Армағайын қоғамдық коммуникация орталығында ауылдың тыныс тіршілігін баяндайтын жаңа бағдарлама «Кеттік ауылға». Әке-шешеме жылап, енді бармайтындай болды. Біз чистокровный городскоймыз, апа. Ауыл екен, бір көз жоқ. Ана, недегіде, Египеттегі жиын бір. Бағдарламамыздың алғашқы қонағы өңірімізге белгілі кәсіпкер, ресторатор, Чоко және Мерхаба фисташка кафелерінің негізін қалаушы Шамрат Төлеубаев. Қош келдіңіз, Шамрат мырза. Қош көрдік. Жалпы өзіңіздің балалық шағыңызды айтып өттіңізші, балалық шағыңыз қайда өтті, ауылда ма, әлде қалада ма? Мен жалпы енді қала тұрғыны болдым, то есть қалада туып өстім. Бірақ дегенмен де сол замандағы бала секілді мен де жаз уақытында ауылда өткізетін едім. Ағайындардың үйінде, ата-әжемнің үйінде дегендей. Сондай бір қызықты еске қалар шақтар болды. Шамрат мырза, жалпы ауылға барған кезіңізде бір еске алған қызықты оқиғаларыңыз қандай бар, айтып өтсеңіз? Ой, оқиға көп қой жалпы енді, бірақ мен көбіне Ресейдегі ағайындарымның үйіне баратын жаз уақытында. Ол жақта енді біздегі ана жылқы түйе жоқ, ол жерде көбіне есек болатын. Сол бір есімде қалғаны, сол есекке мініп алып, сол есек шапқанда мен ана жерде бүкіл ауылды айқайлап, ауылдың ішінде айқайлап, анағыдай тоқтатыңдар, ойбай деп, содан кейін әке-шешеме жылап, енді бармайтындай болдым сол ауылға. Бірақ дегенмен де жыл сайын барып тұрдық. Одан кейін есекке міндіңіз бе, мінген жоқсыз? Жоқ, одан кейін тіпті көрмедім есекті. Біз енді Қазақстанда есек өте сирек кездесетін жануар ғой. Бүгін бізде ауылда есек жоқ. Сіз бүгін түйеге шөп бересіз. Ауыл өміріне, тыныс тіршілігіне араласуға дайынсыз ба? Иә, әрине. Күнделікті сол түйенің тағамын жеп жүргесін, соны өзім көзбен көріп, қолмен тасып дегендей, әрине атсалсамыз, қол түсе осы жерде ауылда бір күн тұруға дайынмын. Ендеше кеттік, бастайық. Бүгін біз Ақшұқыр ауылындағы түйе шаруашылығымен айналысатын үйге қонаққа келдік. Біз келген уақытта түйелер өріске жайылымға кеткен екен. Сол себепті қонағымыз шаруашылыққа көмектесу үшін ең алдымен қорада қалған боталарға шөп беріп бастады. Шамрат мырза, арбаға бірталай шөп жинапсыз, жалпы сізге ұнаған сияқты ғой, шөп жинау. Жалпы қызық екен бұл негізі. Қызық болғанда бір анда-санда нәпсімізді сындыру үшін келіп тұру керек екен. Ауылға осылай қызмет етіп. Сізге ұнады? Иә, маған ұнап жатыр. Жалпы келіп қызмет жасау керек екен осылай. Енді қазір мына шөпті алып, мына жақта қорамызда боталар тұр екен. Мамалары кетіп қалыпты өріске. Боталарымызға шөп берейік. Боталарға шөп беру қалай болып жатыр? Жақсы екен негізі. Анау үйдегі балдарға осылай тамақты алдап бересің ғой, кейде жемейді, бір салып берсең сол сияқты. Бұларға кішкене бір өзінің бір тәсілі бар екен, былайша айтқанда алдап, өзіңе қаратып деген бауырмастық бірінші несеп жасап, содан кейін барып тамақ жейді сен қолыңнан. Негізі енді жалпы түсінгенімше боталар бұлай қолдан жемейді ғой, далада өрісте жүреді, сол айдаланың тамағын жеп үйреніп қаласың. Мына боталар қолдан бірінші рет шөп жеп тұрған сияқты, еркелеп сізге. Анау-мынау емес, ресторатордың қолына. Анау-мынау емес, ресторатордың қолына шөп жеген боталардың арманы жоқ. Енді боталарға шөп беріп болсақ, суарайық, боталар шөлдеген. Иә. Аллахтан көріңіз. О! Ауылдық сияқты. Боталарды жемдеп, суарып болған соң Шамрат мырза екеуміз түйелер тұратын орынға қи тазалауға келдік. Енді Шамрат мырза, біз тезек тазалайық. Сосын оны бір жерге төгуіміз керек болады. Өзіңіз тазасаңыз қалай? Шамрат, біз қораны тазалап біттік. Енді осы жерге Амангүл ханым бауырсақ пісірейін деп жатыр екен. Сонда қазанның астына от жағып көмектесейік. Өзіңіз қазір отын жарып көріңіз, қазанның астына от жағып көріңіз, мен сізге көмектесетін боламын.
әрине бұрыннан жасап жүрген ісіміз ғой, негізі той садақаларда бұл жерде как раз қарымыз ашып қалды. Шамрат қазаның астына от жағып жатқанда бізде мында үйдің иесі Амангүл ханым бауырсақтың дайындап жатыр екен. Амангүл апай, сәттілік сізге. Мен қазанға майды құя берсем болады ғой, иә? Қанша құяйын майды? Жартысын. Мына жаққа дейін құяйын ба майды? Мына жаққа дейін. Қазанға майды құйдым, енді қызғанын күтеміз. Май қызған соң бауырсақтарды пісіретін боламыз. Мен өмірімде бірінші рет қазанға бауырсақ пісіріп жатырмын. Әрине Амангүл апаның көмегімен. Бірінші бауырсақтарым қазанға түспей, жетпей қалды. Осы бауырсақтарым жақсы пісетін шығар. Барлығын сала берейін ба апа? Бірге? Солай. Мен бауырсақ дайындап жатқанымда өрістен түйелер де келген екен. Шамрат мырза соларды күтіп алып, қораға кіргізуге кетті. Осылай жүргенімізде кеште батты. Енді міне Амангүл апаның үйінің түйелері келді. Қазір түйелерін сауатын болады. Оған ботасын қорадан босатып, Шамрат көмектеседі. Бірге бақылайық, қызық болады. Қазір боталарды мамаларына жібереміз. Бұлар сағып қалған, бұлар таңертең бері ашып отырып қана шөптен бері дым жеген жоқ. Ал, давай. Боталарды босатты. Енді қазір түйесін сауып жатыр. Міне көріп тұрмыз, боталар мамаларын сағынған екен. Құшырлана еміп жатыр. Шамрат, жаңа үй иелеріне ботаны босатуға көмектестіңіз, байлап көмектестіңіз. Жалпы қалай ұнап жатыр ма сізге ауылдың тіршілігі? Енді ұнап жатыр деп айта алмаймын, бірақ дегенмен де бұл жерде өмір сүруге болады екен. Бірақ оңай емес екен, шынымен де. бір литр шұбатты алу үшін қанша еңбек етіп жатыр апайларымыз. Мен сол қалада жүре берейін бак. Жаңа Шамрат түйе айдадыңыз ғой, қорқыныш сезім болған жоқ па? Түйелер үстіме шауып кетеді ау, басып кетеді ау, тебеді ау деген сияқты. Иә, әрине болды. Енді баяғыдан кішкентай кезімізден бана қалыптасып кеткен ғой бізде деген. Түйеге жақындасаң түйе түкіреді деп. Сондай бір анау үстіме түкіріп қалмаса деген бір не болды. Сосын мен жаңа білгенім, оказывается, түйенің артында жүруге болады екен. Жылқының артында бана қорқынышты болса, түйенің артында жүруге болады екен. Бүгін таңертеңнен бастап, осында кешке дейін осы үйдің шаруашылығына көмектестік. Шамрат екеуміз. Әсеріңізбен бөлісіңізші, қалай өтті жалпы? Шайдың дәмі қалай екен? Шайдың дәмі ерекше екен. Тары ғой, бірақ самаурында қайнаған шай ерекше екен. Ауыл шынымен де сағынып, кішкене бір бүгін бір жағынан қызмет етіп, бір жағынан демалып қалдық деп айтуға болады. Мал ауылда тұратын аға жеңешелердің енді ауыртпашылықтарын көріп, солармен кішкене көмектескен, қалай бір көмектесіп кеттік деп ойлаймын енді. Жалпы болашақта ауылда тұратын мүмкіндік болса, көшіп келесіз бе ауылға? Кейде аңсаймыз, әрине сағынамыз, ауылда тұруымыз керек. Менде енді келіншегім өзі Атырау облысындікі, Индердікі, соны айтамын ғой, кейде бір барып жататын екен ауылға, қаланың ғана движениесінен кейін шаршап кетесің, ауылға келіп жатқым келеді, сондай болады.
бірақ енді әзірге енді дайынмын деп айта алмаймын, балдар өсіп жатыр. Сіздің шынайы ойыңыз үшін рахмет. Бүгін осында бізді қонақ қылып күтіп жатқан үй иелері үшін барлығына да рахмет. Осымен біздің кеттік ауылға жобасының алғашқы саны аяқталды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше деп айтамыз.